Леруа Мерлинде сатылады мына шпатель. Лезвиясы қалың, мықты, қатты. Бірақ бұл шпательдің артықшылығы сонда лезвиясы жұқа болу керек, жұмсақ болу керек. Бұлай жатқызсақ қабырғаға. Мына жер қырып кетеді де. Бұл лезвия мына жерге дейін басталу керек еді. Мынау мысалы қарапайым шпательмен мына жермен лифкасты қырып кетеді. А мына шпательдердің артықшылығы сонда максимум қабырғаға жата алады. Қолға ұстаған өте ыңғайлы бұл. Тағы да бір артықшылығы бұның лезвиялары ауысады. Сосын мына мойны градуспен өзгереді. Былай жатқызып алсаңыз болады, былай шалқайтып алсаңыз болады. Ұстаған жерің үшін қалай әдемі ұсталады қолға. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Ерназар. Бүгін біз шпатель туралы видео түсіретін боламыз. Енді бізді видеомызды негізінен құрылысты түсінетін адамдар көреді деп ойлаймын. Сол үшін шпательдің қандай зат екенін, не үшін арналғанын айтып керек жоқ деп ойлаймын. Бірақ біз мынау ескі шпатель туралы емес, жаңа шпательдер туралы айтайық. Қазіргі таңда қандай шпательдер қолданыста жүр? Шетелде, әсіресе дамыған елдерде қандай шпательдер қолданады? Бұл енді автоматтандырылған құрылыс жұмыстарында қолданылады. Безвоздушный распылительмен немесе валикпен бірінші қабырғаға, төбеге лифкасты жаймалап, сонымен бетін осындай шпательдермен тегістейді. Бұл шпательдің түрлері қазір көп, неше түрлі. Соның қайсысы дұрыс, қайсысын таңдаған жөн, қандай артықшылықтары, қандай кемшіліктері бар екен, қазір мен сіздерге толықтай ашып айтып берейін. Енді бір тегі мықты маманмын деп айта алмаймын бұл салада. Сонда да бір жарым жылдың үстінде болды осы шпательдермен айналысып жүргенімізге. Қазір негізінен дұрыс шпательді мен сіздерге таңдап берейінші, көрейік бірге. Өздеріңізде дұрысын таңдап аларсыздар ішінен. Сонымен айтар болсақ, бұл шпательдердің артықшылығы неде қарапайым шпательмен салыстырғанда? Мынау мысалы қарапайым шпательмен қабырғаны жаққан кезде бұл растворды қырып кетеді жағылған. Мысалы қабырға жағып көрсейші. Бұлай ұстаған кезде қырып кетеді де, жатқызуға келмейді. Қатты жатқызсаң мына жермен лифкасты қырып кетеді. А мына шпательдердің артықшылығы сонда, бұл максимум қабырғаға жата алады. Жатып жаңа майысады да, бұл лезвиясы жұмсақ. Ал лезвия ойнап кетпес үшін үстінен мынандай ұстап тұрады, қалың алюминий. Қолға ұстағанға өте ыңғайлы. Кішкентай размерін, үлкен размерлері бар. Қолға ұстаған өте ыңғайлы бұл. Екі қолмен. Бұл қабырғадағы лифкасты шпаклевканы қырып кетпейді артықшылығы. Бұл мына жермен жұмыс істейді негізінен, осы бөлігімен. Бұл оның бетін жылтыратып, майдалап кетеді. Қолға өте ыңғайлы, оны қайта-қайта айта бердім. Тағы да бір артықшылығы бұның лезвиялары ауысады, сменный. Мен мысалға жаңа біреуін шешіп алып қойдым. Мына жерде шуруптармен бекітілген лезвиялары. Осы шуруптарды босатып, лезвиясын аласыздар. Лезвиясы. Қазір финиш жұмыстарына арналған бұл 0,35 толщинасы, 0,35 мм. Осы лезвие мына жерге салынады бұлайна. Сөйтіп мына жеріндегі шуруптарды бекітіп қоямыз, болды дайын. Бұл түрлеріне келетін болсақ, жаңадан бері сіздерге ұстап көрсетіп жатқан бұл алюминий корпустан жасалған, корпусы алюминий. Мынандай пластиктер бар. Онда формалар әртүрлі, көк шпательмен, қызыл шпательдің формасы ұқсамайды, қарасаңыздар мен. Не үшін бұндай, оның артықшылығы, кемшілігі туралы қазір айтамыз. Сосын мынандай алюминий шпательдер бар, лезвиясы ауыспайды. Бұның лезвиясы қалың, 0,5 қатты. Мынау шпатель негізінен біздің қолымызға осы жақында ғана түсті осы шпатель. Біздің тұтынушыларымыздың айтуы бойынша осы шпательдің ішіндегі ең жақсысы осы алюминий шпательдер қазір. Бұның артықшылығының бірі пластик корпусқа қарағанда артықшылығы бұл майысып кетпейді температураға. Пластик корпустағы шпательдер сіз күн ыстық жеріне қойып қойсаңыз, немесе ыстық темірдің үстіне қалдырып кетсеңіз ұмытып, бұл майысып кетеді. Майысып кеткесін бұл жарамайды. Мысалы мен қолымдағы сәл майысқан. Бұл пластиктен түзелмейді, орнына келмейді. Бұл жарамайды шпатель болды. Үстен шықты. Оның лезвиясы жарайды әрине. Лезвиясын алуға болады.
шетіндегі крышкасын шығарып алу керек. Мынау крышкасы шығарылған түрі міне. Осы жағынан суырып алсақ болады. Крышкасы мынандай ғой міне. Мынау крышка мына жерге былайынан салынады. Мынау корпусы майыспеу керек қой негізінен. Корпусы майыспаса. Бұл салмағы алюминмен шамалас. Ауыр, жеңіл деп айта алмаймыз біреуін. Бір жақсы бұл суықта, күннің суығында, аязда қолға суық болмайды дейді. Енді бірақ лифкасы ондай аязда жақпайды ешкім. Екі түрлі пластик шпатель бар. Екі түрлі. Бұл екеуінің айырмашылығы. Мынау қолға ыңғайлы ұстағанға. Көрдіңіздер ме, мынау қолға ыңғайлы ұсталады мынау. Бірінші артықшылығы осында. Мынау дұрыс ұсталмайды қолға. Мына саусаққа ыңғайсыз тұрады. Көрдіңіздер ме, төбе жағы ашық қалып қолмен. Бұл ыңғайсыз. Сосын жалпақ, тым жалпақ мынаған қарағанда. Тағы бір кемшілігі бұның андай ұзартқыш тұтқасы жоқ. Телескопическая ручка дейді ғой, ұзаратын. Мынау шпательде ондай жоқ. Мына шпательдікі бар міне. Осылай кигізіп, саласты ұзарта бересіз. Сосын мына мойны градуспен өзгереді. Мына жерін. Бұлай жатқызып алсаңыз болады, бұлай шалқайтып алсаңыз болады. Кез келген бағытқа теңшеп аласыз. Енді мынау қазір нарықта жүрген шпательдер туралы әңгіме болып жатыр ғой. Осындай көк шпатель бар. Мынау Россияда семин деп аталады осы шпательдер. Бұл көк шпательдер қазіргі таңда Қытайда шықпайды. Бұны басқа жерден аламыз. Енді оны Тайваньнан аламыз. Оны құпия қылып не істейміз. Мына шпательдер Қытайда шықпайды, Тайваньнан аламыз. Осындай ручкасымен бірге осылай жүреді. Бұның әртүрлі өлшемдері бар. 45-лік, 70-80, 1 метрлік. Бізде қазір складта тек 70-тігі ғана бар, осы өлшемі. Оның бір себебі метровойлар бізде заводта наличие болмаған үшін біз 70-тіктерді алдырдық, бар размерді ала салдық. Тапсырыс беріп күту өте ұзақ уақыт алады. Сосын 70-тік негізден қадағой размер метрінің кейбіреулері ұзын болып кетті дейді. Бұдан қысқасын қысқа болды дейді, мынау орташасы. Мынау шпательде қазір бар, бізде Қазақстанда сатылады, бірақ бұлардың сол телескопический ручкасы жоқ, ұзартқыш тұтқасы. Сосын қолға ыңғайсыз мынау ұстағанға. Мынау Леруа Мерлинде сатылады, мынау шпатель, алюминий. Бұны біз басында ойлағанбыз, енді бір көрген адам бірден ойлайды, осы шпательде сапалы деп. Өйткені корпус алюминий. Мынау лезвиясы қалың, мықты, қатты. Бірақ бұл шпательдің артықшылығы сонда лезвиясы жұқа болу керек, жұмсақ болу керек. Лифкасы қырып кетпес үшін. Сосын мынамен жатқызып жұмыс істей алмайсыз. Оған арналмаған шпатель. Бұлай жатқызсақ қабырғаға жатқызсақ, мына жер қырып кетеді. Бұл лезвия мына жерге дейін басталу керек еді, шетіне дейін. Сосын сменный емес мынау лезвия. Егер құлатып алсаңыз, мынау жарамайды шпатель. Мына лезвияны ауыстыра алмайсыз. Ол екінші минусы. Сосын мынау қалың, қатты болғанымен ойнап кетеді мынау шпатель нетіңіз. Өйткені бұның бетінен басып тұрған ештеңе жоқ қой, ұстап тұрған. Бұл жаққан кезде ойнап кетеді. Бұлай қалың болғанымен. И шпательді қырып кетеді. Сосын ручкасы да жоқ, бұның білмедім, бұны не үшін шығарған. Нан турауға да жарамайды әйтеуір. Бірақ басында бәріміз осыны жақсы екен деп ойлап қалғанбыз. Егер алам десеңіздер, мынау Леруа Мерлинде тұр. 12 000 теңге жетпейді, 11 700 ба, 11 800 теңге тұрады осы. Леруа Мерлинде сатылады Алматыда. Қазір біздің сіздерге ұсынайын деп отырған шпательіміз мамандардың, жаңағы біздің тұтынушыларымыздың айтуы бойынша ол мынау шпательдер, алюминий. Беті теп-тегіс, өте ыңғайлы. Мынау нелер лезвияларын жақсы ұстайды. Қолға да, мына пластикке қарағанда ыңғайлы, мынау қолға тіптен ұстаған жерін көрші, қалай әдемі ұсталады қолға. Сосын бұның мынау ручкалар
беріктігі ұнады бізге, мықты. Мына ручкаға қарағанда мынау әлдеқайда мықты екен, сапасы жағынан. Төбеге жеткізейін көр. Мынау былайынан қысқарады ма? Бұнда басы теңшеледі. Осылайынан шығарып алуға болады. Бас бөлек алынады. Өте ыңғайлы, мынандай чемоданда жүреді, бұл осындай. Жиналып, мынаның бәрі бөлек-бөлек салынады. Сосын тағы бір несі бұл шпательдің. Мынандай екі түрлі лезвиясы жүреді, екі түрлі. Мынау көріп отырсыздар ма? Мынаның бұрышы домалақ келген, мынаның бұрышы үшкір келген. Мынаның қалыңдығы 0,5 мм, а мынаның қалыңдығы 0,35 мм. Мынау финиш жұмыстарға соңғы жұқа жағылатын слойларға, мынау қалың слой жағылса ливкасы, осы лезвияны салып аласыз ауыстырып. Осылай наборымен бұның бағасы бір 40-45 мың теңге болады. Осы 80-дік шпателі болады, 50-лік, 25-дік бәрі бірге, тұтқасымен бәрі бірге 45 мың теңге болады. Тура осындай сапада немістің шпателі бар, шторх. Шторхтың 1 метрлігінің өзі 45 мың теңге тұрады. Мынада барлығын сіз сондай бағада аласыз. Егер Қытайда шығарылған деген күмәніңіз болса, сапасын тексеріп көрсеңіз болады. Сол сіздерде өздеріңіз не ойлайсыздар шпательдер туралы? Қандай шпательдер көрдіңіздер? Және де домалақ трубамен жасалғандар да бар, бұл шпательдердің домалақ трубамен жасалған. Оның фирмасының қазір атын ұмытып тұрмын. Айтпақшы, бұл шпательдер негізі Қытайда да шықпайды, бұл өзімізде Қазақстанда. Мынау келгені Қытайдан келген шпательдер. Бірақ енді сіздердің алатындарыңыз ол Қазақстанда жасалған шпательдер болады. Өзіміздің отандық өнім ғой. Бізде алюминий бар, мынау қаңылтыр лист бар. Неге Қытайдан сатып алуымыз керек? Бұйырса өзіміздің отандық, өзіміз жасаған шпательдермен жұмыс істей аласыздар. Сонымен бүгін шпатель туралы видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Oxyprop компаниясы. Сіздер өздеріңіз қандай инструментке обзор көргіңіз келеді, қандай инструменттер туралы видео түсіргенімізді қалайсыз, сол туралы комментарий міндетті түрде жазыңыздар. Біздің каналға жазылып, видеомен достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп, лайк басып кетіңіздер.